Google'dan Test Center KZ деп жазып аламыз. Яғни www.testcenter.kz-ті таңдаймыз. Одан кейін тілін қазақшаға таңдап аламыз, ауыстырып аламыз. Астыға түсеміз. Жоғарғы оқу орындарға түсушілерге. ОБТ мектеп түлектері үшін. Екіншін таңдаймыз. Дайындық үшін дегенді ОБТ-ның. Ары қарай ОБТ тест спецификациялары. Бұл жерде бірнеше пәндер бар. Соның ішінде информатиканы ашамыз. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығымен бекітілген. Бұл жерде печать қойылған. 22 жылдан бастап қолдану үшін, яғни тест спецификациясы информатика пәні бойынша бұл жерде мазмұны барлығы оқулық негізінде құрастырылған. ОБТ-ның сұрақтары 7 сыныптың, яғни компьютердің құрылғылары тақырыбынан бастап 11 сынып кітабынан алынған. Барлығы кітаптан алынған. Сол үшін оқулық бойынша дайындалғанымыз дұрыс. Келесі ОБТ-ға дайындық үшін басып, үлгілік тест нұсқаларын таңдаймыз. Осының ішінде үлгі ретінде информатиканы таңдаймыз да, осы сұрақтарға талдау жасаймыз. Яғни сұрақ және жауаптармен информатика пәнін ашамыз. Яғни осындай үлгі ретінде информатика пәніне құрастырылған. Осыған ұқсас бізге сұрақтар келеді енді. Бұл пример ретінде келген сұрақтар. Мысалы, компьютердің негізгі конфигурациялары. Ол бізде, яғни жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Яғни В жауабы дұрыс.